Zaman kayda baratат. Biz kayda baratабыз. Өзі biz шул ағымға қаршы жүрген ел екенбіз да. Кече сессияда депутаттар сөйлеп атат. Ей, мектеп салыш керек. Садик салыш керек дейді. Құдай, ушуларға түшінбей қойдым тақырыбы. Құдайға шүгір, мектеп жетішті, садик жетішті. Бізге түрме жетішпейді, түрме. Түрме салыш керек дайланы. Өздері білет, ертеліге жүшерге келерін білешет. Өздеріне условия түзіш керек да. Өзіне күйбеген адам бүрөге күйіп жырғатпайды. Қырғыз айтқан мұны. Шында, мұна 120 депутаттың 80-і ұшаққа келе тұрғандар да. Өздері батпай атқан аз келгенсіп, дағы бір топ министрлерді ершітіп алышады. Бұл түрмеден, бұл деген шойылып айт екен да, не қылауыз, тұрау. Түрмен чоңайтыш керек, салыш керек болчу. Да мен таң қалғаным, илгери түрмеге қамалған адам өкініп, ой, бекер қылған тұрбайым бы, адашқан тұрбайым бы деп илап кірчеле түрмеге. Азырқы кіріп атқандарың түмеле қол бұлғалап, мақтанып, деп мындай қылып түмеле. Мен қандай қылып тұрмын, деген суғанан кірешеді кен айланайны. Бұл түрмеді айланайы, бұл не деген емес. Просто беспредел болды қалды да. Урсат беген жолдаш начальник. Имақолып. Қаяқтан келдің? Қантып келдің берді? Начальник түрменің кабинеті. Бияқтан әле келдім жолдаш начальник. Сені кім кіргізді бияқа? Мен ешкім кіргізген жоқ, мен постоянно әле ұшияқтан кірем. Систем ұрдағы начальник әделе ұшияқтан кірчімін жолдаш начальник. Не керек? Не келдің бияқа? Жөн әле жолдаш начальник. Мұна бұл жаңы жылға қарата үйге ұрсат беріп қоңыз үйге барып келейін. Оны қарап қой. Демеле жаңы жылға қаратады. Қайдағы жаңы жыл? Сен түрмеде отырасың ғой? Не курортта жүресің бі сен? Әйлән. Сағандай жоқ. Жолдаш начальник ұрсат беріп қоңыз. Аялым төределе барып көріп келейін дедім әле жолдаш начальник. Шылтауына қарап қой. Сен 15 жылдан бері түрмеде отырсаң, анан аялың кимден төреп атат, айлан. Мен де ошону барып билип келейин дедим эле. Кимден төреп атканын, жолдош начальник. Муну карап кой. Мен азыр сага жооп берсем, элестет. Же аялыңы, же баланын атасын өлтүрүп койсоң, мен сага кошулуп жооп бере турган акыбалым жок эми. Жолдош начальник. Андан эч коркпоңуз. Мен пистолетти ушул жерге таштап кетем, жолдош. Муну каяктан алып жүрөсүң? Кайда пистолет бул? 2010-жылкы жоголгон оружиялардын бирөө менде да. Карасаңыз, жолдоштор. Макул каппай. Ой, korkmanız, bunun номерлерін өчіріп қойғам, еш кім таппайды. Көрсеңіз? Сен мұндай айнып-сайынып қалған жоқсың, не де өлі дөдіріп атасың, Иманқолов? Жолдаш начальник, ұрсат беріп қойыңыз жеме. Стройка қылып аттым әлі барып көріп келейін. Сен түрмеде жатып алып, стройка қылдырып атасың бұл сен, ишо? Біз түрмеде жатқандар барымыз әлі стройка қылып атауыз, жолдаш начальник. Ой, біз дегенің кім? Мұрдағы біздің команда. Сілер не, стройка қылдырған атайын түрмеге келіп жатып атасыңар? Анан стройка қылып, заңғыраған хан сарайларды қылып, салып, көзге көрінері кіш қылып қойбасаң, түрмеге боқ бар бұл жолдаш начальник. Ой, қан теп? Анан азыр қайлық менен үй сала албайсың да жолдаш начальник. Айланай, Иманқұл, сен нелі адамдың түшіне кіріп екен еле бірдемелерді айтып атасың? Азыр қайлықты вообще түш көрмеңіз жолдаш начальник. Азыр қайлық түшіңізге кірсе, орып қаласыз. Жаңы Honor хиттерінің бірін сатып алсаң, 1,5 мың сом кэшбэк беріледі. Бөліп төлөөгө алуудагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Сен каяктан көрдүң бул түрмөдө жатып алып үй салдыргандарды? Ой, баарыбызды ошентип атабыз деп атам го. Ой, атаң. Кереги жок. Эч кандай болбойт. Уруксат берип коюңузчу. Кантип уруксат берем силерге? Кантип берем мен, Элестет мына, эми биздин өкмөт, биздин мамлекет каражат кетирип, бийик заборлорду куруп, үстүн зым менен чырмап, ар бир бурчту автоматчан солдаттар менен коюп, силерди эмне тайраңдап жүрсүн, үй салып жүрсүн деп койду ошол жерге мамлекет. Жок, жолдош начальник, ичинде бизди тынчуктасын деп койгон да. Канча этаж салып аткан үйүң?
Özü 4 etaş. He. Ha, ötkönde barsam 3. etaşka gelip kalışıptır ile. Ne deyt? Sen kaçan barıp жүрөсүн аяк? Ötkönde oktyabrda varıp geldim жолдошуна чейин. Сага ким жооп берди? Hiç kim cevap vergen yok. Анан кантип бардың эч Özmele varıp geldim жолдошуна чейин. Ятаң уну кара. Ha ulam ile ruhsat suray vermek böyle. Иманкулов, улам эле жооп сурай беремби, уруксат сурай беремби деп коесуң да дагы. Муну түрмө дейт, жооп сураганга болбойт. Ушундай эле үйүңдө жашагың келип аткан болсо, кылмыш кылбай жашаш керек болчу Иманкулов. Жолдошуна чейин азыр кылмыш кылбай жашай албайсың да киши. Ятаң. Азыр кайлык менен кантип кылмыш кылбай жашайсың киши. Иманкулов, мен кылмыш кылбай эле жакшынакай эле жашап атам го, мынтип эле. Зато үй жайыңыз жок да начальник. Эми үй жай болбогону менен ишим бар, Кудайга шүгүр. Пайдасы жок иштин кимге кереги бар жолдош начальник. Жок, эми зато мен ушул иштен пенсияга чыгам, пенсия алам Иманкулов. Халал дегендей. Пенсияга чыгасыз, пенсия аласыз, зато өмүр бою квартиралап жүрүп өлөсүз. Ойлонсоңуз жолдош начальник, өмүр бою квартиралап жүрүп өлгөн жакшыбы же кылмыш кылып хан сарай салып коюп 5 жыл отуруп келе калган жакшыбы? Ойлонсоңуз. Иманкулов, бияк отурсаң, келсеңиз, бияк отурсаңыз. Иманкулов, мен сизге бир сунуш айтам, ошону сиз аткарып бересиз. Хорошо? Билбем, колдон келсе жардам берейин. А колдон келбесе капа болмо жок жолдош казай. Иманкулов, сиздин колуңуздан келет. Сиздин колуңуздан келет. Колду бериң, ишенбесеңиз колду бериң. Жок, сиз биринчи айттыңыз. Kol bergenden keyin alış bütüş gerek. Kol bergenden keyin alış bütmeye kalsa kaşaka ilinip kalası. Bu degen sayasatçının kol emes da her kim gebere vergin. Bu kol bistin kolu da. İmamkul, mınday kılanç. Ekövüz orun almaşalı. Orun almaşkanınız kanday? Siz menin orduma şef, türmün начальник болуңуз, мен сиздин ордуңузга барып отурайын. Oşonday kantip bolsun onu. Жолдош начальник, men özüm zek bolsam. Anan kantip türme başçı bolam ha? İmamkul, azır bardыгы болот. Ойлосоң, кечээкеле министр, бүгүн зек. Бүгүнкү зек, кечээкеле министр. Бардыгы болот. Men андай tartipke kongön emesmin жолдош kazayına. Bizde bir aytıldı büttü al zakon. Silerde tüşke çeyim bir zakon, tüşten giyim bir zakon. Başımı ortup niye kılam жолдош начальник. Uruk saat verip koysanız жолдош начальник. Ötkönde barsam 3. etaştın ayneklerin ustalar tuğur emes koyup koyuştur. Açuğum gelip prarapta atıp salgam. Ölgön çok жолдошlar. Adam buttan ölbeyt de. Butun üstü beri kılsanız. Ya beri... Быйыл аябай тойлор көп болду, көз тийбесин кыргыздардын. Кыргызстанда айрыкча биздин ош жергебизде тойлор аябай көп болду, көз тийбесин. Şu toydan bir болгон окуяны айтып берем. Bir жаш келин врачка барыптыр да. Врачка барып, мындай жашы улуураак врачтар барбы, мен бир көрүнүп коеюн дедим эле десе, бар деп чоң эле бир врачка жолуктуруп коюптур. Мынакей мына кириңиз десе, чоң эле врач бар экен, келип алып арзумун айтып атат экен. Мынтип. Врачсызбы? О, менин турмушка чыкканыма 1 ай боло элек. Так, эмне болду? Мен турмушка чыкканыма 1 ай боло элек. Биз жолдошум экөөбүз жакшынакай эле түнү жатып эле анан саар эле турсам мындай пешене, мындай бардым эле кара чызык болуп кетет да, эмне экенин таппай атам. Шуну таап бериңиз десе, барачам ойлонуп туруп. Жолдошуң эмне болуп иштейт? Десе, жолдошубуз, күйөөмбү? Күйөөңүз эмне болуп иштейт? Күйөөм неме? Уста. Не деген уста? Үйдүн крышаларын жабат, ушу жыгач уста десе, күйөөңүзгө айтып коюңуз, түнү келгенде кулагына кыстырылган карандашты алып коюп жатсын, Концертибиздин коноктору, жалпыңыздар куш келипсиздер. Жалпыңыздар кирип келген жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Сиздерге
Майрамды Гүлдесте катары Улуу Залкар, Ырдын пири Ырыспай Абдыкадыров агайыбыздын Аккулар сени сагынар аттуу аткарып берейин, кабыл алыңыздар. İçimde gül çalın var, İzlesem tügöy tadılar. Aylanıp külgü konusunda akkular seni sağınar. Aylanıp külgü konusunda akkular seni sağınar. Turmuştun arkılda mı var? Tuzu var, şirin balı var. Abirum külgü konusunda akkular seni sağınar. Abirum külgü konusunda akkular seni